Сәлем достар, Оңай каналына қош келдіңіздер. Әрбір адам тәулігіне 2-2,5 литр су ішуі керек екенін білсе де, көбісі бұл тәртіпті ұстана бермейді. Көпшілігі бұл норманың тым көп екендігін айтады. Алайда, бұның көп емес, қажетті мөлшер екенін дәлелдейтін суға қатысты бірнеше маңызды фактілер бар. Ауыз суды ішу тәртібін дұрыс ұстануды үйренгіңіз келсе, маңызды 5 жағдайға назар аударыңыз. Америкалық ғалымдардың зерттеуі бойынша, қатты калорияға қарағанда сұйық калориялар маңызды. Яғни, біз ішетін сұйықтық кейде жейтін құрғақ тамақтан да қатты артық салмақ қостырады. Оның ішінде дамыған елдерді жаулап алған тәтті сусындар адамдардың семіруіне себепші болады. Сондықтан да барлық диетологтар қарапайым таза суды ішуге кеңес береді. Бірақ қанша ішу керек? Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы адамға қажетті судың мөлшерін есептеп, 1 келі салмаққа 30 мл судан кететінін анықтады. Яғни, салмағы 70 келі адам тәулігіне 2 литр 100 мл су ішуі керек. Ол не үшін керек? Біріншісі, салмақ тастауға көмектеседі. Салмақты тез түсіру үшін суды қай кезде ішу керектігі жайлы ғылыми деректер бар. Вирджиния университетінің америкалық ғалымдары суды қай уақытта ішкенде салмақ түсетіні жайлы жаппай зерттеу жүргізді. Ғалымдар зерттеуге қатысушыларды 2 топқа бөлді. Онда қатысушылардың алғашқы тобы тамақтанудан жарты сағат бұрын 1 стақан су ішуге міндеттелсе, екінші топтағылар әдеттегідей күнделікті қалыппен су ішуі тиіс болды. Бірақ 2 топтағылар да есеп бойынша қанша су ішу керек еді, сонша ішу керек болды. Ал тәжірибенің қорытындысы бойынша, суды тамақтану алдында ішкендер екінші топтағыларға қарағанда орта есеппен 3 келі артық салмақ жоғалтты. Жалпы түсінік бойынша су асқазанды толтыратындықтан тиісінше асқазанға аз мөлшерде ғана тағам сияды. Біз тек судың арқасында ғана арықтамаймыз. Біз суды дұрыс ішкеннің арқасында барлық зат алмасу процестері, соның ішінде майдың ыдырауы жеделдетіледі. Егер сіз ағзаңызға қажетті мөлшерде су ішетін болсаңыз, метаболизм шамамен 3%-ға жылдам жұмыс істей бастайды. Яғни, осы пайызға байланысты адам жылдам салмақ тастайды. Бұл көп болмаса да күн сайын болатын процесс. Егер ағза сусыздандырудан зардап шегетін болса, онда ол суды барлық мүмкін бұрыштарға жинауға кіріседі. Ал ол бұрыштар ең алдымен біздің майлы тініміз. Яғни, егер сіз суды аз ішсеңіз, семіре бастайсыз. Алдымен тамақ ішкіңіз келгенде 1 стақан су ішіп, өзіңізге шағын тәжірибе жасап көріңіз. Мүмкін ағзаңыз осындай жолмен өзіне тамақ емес, су жетіспейтінін көрсеткісі келген шығар. Диетологтар бәрінен де ең маңыздысы таңертең аш қарынға 1 стақан су ішу керек дейді. Жарты сағат бұрын болмаса да, тамақтанудан кемінде 15 минут бұрын аш қарынға асықпай 1 стақан су ішу керек. Егер асқазанның қышқылдығы қалыпты болса, лимонның жартысын сығып суға қоссаңыз да болады. Бұл зат алмасу процестерін жалпы бүкіл ағзаны оятуға көмектеседі. Суды күніне 1-1,5 литрден біртіндеп дұрыс ішу керек және бірте-бірте ұсынылған мөлшерге дейін жеткізу қажет. Бірақ жанкештілікке салынбай ішу керек. Өйткені бірден көп мөлшерде су ішу созылмалы аурулардың өршуіне әкелуі мүмкін. Ең бастысы, қарапайым ауыз суды ішу керек. Себебі шай, кофе, тәтті сусындар, шөптік шайлар секілді басқа сусындар несеп айдайтын әсерге ие. Яғни, олар денедегі су жетіспеушілікті одан әрі арттырады. Сондай-ақ кофе, компот, сүт, лимонад, түрлі шырындар да су емес, сұйық тағам. Яғни, олар қарапайым ауыз судың қасиеттеріне ие емес. Екінші жағдай. Су қысымды реттейді.
Орташа алғанда біздің ағзамыздың 75% судан тұрады, сондай-ақ қан да 92% судан тұрады. Сондықтан су жеткіліксіз болған кезде қан қоюланады және қан қысымы көтеріледі. Сол себепті қан қысымы жоғары науқастар қалыпты ауыз су режимін ұстануы керек. Үшінші, аллергияны бақылайды. Ағзада су жетіспейтін болса, гистаминнің өндірілуі артып, ол ағзадағы қалған суды өз қалауы бойынша дұрыс бөле бастайды. Ал гистамин артық болса, онда ол аллергияны белсендіреді. Сондықтан аллергиясы бар адамдарға талап етілген нормада су ішкен өте маңызды. Төртінші, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Әрине, су біздің буындарымыз үшін қажет. Біле білсеңіз, артроз, остеохондроз секілді аурулар ағзаға судың үнемі жетіспеушілігінен туындайды. Өйткені шеміршек талшығына жеткілікті мөлшерде қоректік заттар түспесе және қан айналым дұрыс жүрмесе, ол тез тозады. Тек бұлшық еттерді ғана емес, сондай-ақ шеміршек тіндерінде жақсы жағдайда сақтау керек. Себебі соның арқасында шеміршек тініне қоректік заттар түседі. Сондай-ақ ішу балансын сақтау керек. Яғни тәулігіне кем дегенде 2 литр су ішуге тырысыңыз. Әсіресе дене жаттығуы кезінде әрбір 15 минут жаттығу сайын 1 жұтым су ішу керек. Ағзада су жеткіліксіз болған кезде барлық ферменттердің өндірісі баяулап, энергетикалық белсенділік төмендей бастайды. Ондай кезде біз өзіміз ойлағаннан гөрі тез шаршаймыз. Соның салдарынан тіпті жаттығуларға да барудан қаша бастаймыз. Бесінші жағдай, шаштың жылтыр болуын қамтамасыз етеді. Косметологтар өз қабылдауына келгендерден ең алдымен су ішу режимі жайлы сұрайды. Өйткені судың жетіспеушілігі бет терісіне әсер етеді. Себебі ағзада су жетіспесе бет терісі кеуіп, әжімдер ерте пайда бола бастайды. Сондай-ақ ағзаға ауа жетіспесе, шаш жылтырамай сынғыш болып келеді. Су тіпті витаминдерден де қатты маңызды. Сондықтан косметологтар ең алдымен тәулігіне кемінде 2 литр су ішу керектігін айтады. Ағзада су жеткіліксіз болғанда, ағзамыз өмірлік функцияларды сақтау үшін клеткалар мен тіндердегі суды ала бастайды. Бірақ бұл кезде тіпті ең маңызды органдар да зардап шегуі мүмкін. Мысалы, ми гипоксиядан зардап шегуі ықтимал. Өйткені ағзада су жеткіліксіз болса, қан қоюланып, оттегін нашар тасымалдай бастайды. Сол сияқты жүректе де осы себеп бойынша қиындықтар пайда болады. Өзіңізді су ішуге мәжбүрлеу керек пе? Көптеген адамдар су ішкім келмесе өзімді қинап іштіруім керек пе деп сұрайды. Мұндай кезде мамандар адам өзін қинауы керек екенін айтады. Күшпен ештеңе істеудің қажеті жоқ. Тек бірте-бірте су ішуді үйрену керексіз. Бірақ үнемі су ішкісі келмейтін адамдар шөлдегендерін сезбей, ақырында олардың ағзаға су қажет деген түсінігі бұзылатынын ұмытпаңыз. Адамдар бұл кезде өздеріне есеп бермейді және жасы келе олардың ағзасы тұрақты созылмалы сусыздануға ұшырайды. Ауыздың құрғақ болуы сусызданудың соңғы белгісі. Ондай кезде ағзада бұл сезім болмаса да, ол су тапшылығынан зардап шегеді. Сондықтан өзіңізді басынан бастап су ішуге үйреткеніңіз жөн. Егер сіз өзіңізді жеткілікті мөлшерде су ішуге үйрете алмасаңыз, оны дәрі ретінде қабылдауға тырысыңыз. Өйткені адам дәрінің маңызды екенін біле отырып, оны сағатқа қарап ішеді. Сондықтан суды да дәрі ретінде қабылдап ішкен дұрыс. Осымен достар, егер бүгінгі видеомыз сіздерге пайдалы болған болса, каналымызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Оңай каналы. Келесі кездескенше.